жалпы сиқыр болмайды үйренуге, сиқыр деген нәрсені үйренуге болмайды. Мәселе бұл жердегі Фахриддин Рази рахмаулла кафир ма, кафир емес пе? Вот, это я хотел слушать, брат. Мы куфр, я против этого. Сіз сұрағыңыз келіп тұр, сиқырды үйренуге болады деп. Фазил, отырып қой, ана жерде сөйлеспей. Фазил, жаба тұршы микрофоныңды, отырып қойсыншы. Ты что? Омар, брат. Айтып жібере қойыншы, бір минут айтып жібере қойын. Жалпы бауырлар, мына жердегі ешкім сиқырға шақырып жатқан жоқ. Сиқырда харам деген ғалымдардың көзқарасы бар. Болды, осымен әңгіме бітті. Бірақ та имам Фахриддин Рази рахмауллах кітабында сиқырға қатысты айтқан кезде, ол сиқырды үйреніп, сиқырмен айналысыңдар деген мақсаттағы емес. Ол жердегі мақсат сиқырмен мұғжизаны айырып білу үшін, сиқыршыларға қарсы жауап беру үшін, осы мәселені ғалымдар осы нәрсені біліп жүру үшін ғана. Ол сиқырмен айналысып кетіңдер деп емес. Енді менің қазіргі сұрағым келіп тұрған жердегі мақсат сиқыр болады, болмайды мәселесі емес. Ол болмайды деген көзқарасты барлығына осыны таратамыз. Менің қозғағым келіп тұрған мәселе осы тиктоктағы жүрген Фахриддин Рази рахмаулла кәфір болды деген көзқарасты кім айтып жүр осы тиктокта? Соны маған дәлелдеп беріңізші. Чуть-чуть, сейчас подожди, я ответю Омар. Омар, вот то, что хотел слушать от тебя, что это харам. Слышал, Чичо? Нам нужно харам. Те люди говорят тебе, хотят тебя заставлять куфур, я не один с ними. Я даже могу Халиду сказать, я такфир не делаю рази. Я могу смело сказать, что я такфир не делаю рази. Но я даже рази, мне его состояние, на него все равно. Почему? Он ушел, умер. Аллах разбирается с ним. У нас есть еще хисаб Аллахом. От моего слова ничего не решает. Но у нас есть ученые сейчас, которые себя считают учеными или что-то, открывать эту тему. Саид Фауда, он открыл, да, изучать можно. За то, что это фото, я говорю, ошибся. Я даже не говорю тебе, давай сделай такфир Саид Фауда, давай его будем проклинать. Нет, не все равно, кто он, его фото, слова его. То, что сейчас сказал нам Омар, вот то, что хотел я, что нельзя изучать. Все, не нужен человек, анық говорит. Они сидят, я не знаю, он ошибся или нет, анық говорит. Сіздердің бауырларыңыз бүйтіп айтты ғой, эфиріне көтерген кезде сиқырдың пайдалысы бар деді. Мысалы, қандай пайдалы сиқыр бар дедім ба? Мысалы, бір затыңды жоғалтып алсаң, мысалы, сиырыңды жоғалтып алсаң, балшыға барып, мысалы, қайда екенін тауып береді ғой саған дейді. Саған пайда ғой, ешқандай зиян жоқ қой дейді, мысалы. Сол әңгіменің өзі күфір әңгіме емес пе негізі? Жоқ, жалпы ондай баптарды бұл тиктокта ашуға болмайды, ондай нәрселерді. Просто мәселе бұл жердегі Фахриддин Рази рахмауллахтың айтқысы келіп жатқандағысы, ол сиқыр турасында сиқырды біліп жүру. Яғни, мысалға, сіз жалпы бізде қарапайым өмірде ол кездеседі. Мысалы, менде де өмірімде кейбір сиқыршылардың кейбір әрекеттерін мен мына сиқыр екендігін біліп тұрамын. Ондай ілім менде бар. Көргендігі арқылы да, мысалы, сіздерде ауылыңызда бір сиқыршыларды, немесе бір тағы да бақса балгерлердің істерін сіз білесіз. Осыны ілім деп айтады. Осылай біліп жүру міндетті дейді ғалым адамдар үшін. Осы мәселеде ал сиқырмен айналысып кету, онымен шұғылдану, ол болмайды оны. Және әрбір Құран сүннетке қайшы болған нәрсеге имам Фахриддин Рази рахмаулла өзін тәбәрри жасаған, яғни мен ондайдан аулақпын деп айтқан. Хорошо, Омар, вопрос такой еще, один вопрос, честно. Енді менің сұрағым. Омар, ответьте. Фахриддин Рази рахмаулла жайыз деген көзқарасты айтқан кезде, ол барып сиқырмен айналысып кетіңдер деген ұғым емес. Осыны түсініп алыңыздар. Сиқырмен айналысып кетіңдер деген ұғым емес. Ілім турасында болды. Мына түрі бар, сиқырдың мына түрі бар, сиқырдың мына түрі бар деген мәселеде ғана болды. Енді менің сұрағым келіп жатқаны, Фахриддин Рази рахмауллахты кәфір деп айтушы адамдар бар ма? Мына жерде жоқ па? Егер жоқ болса, осы жерде әңгіме тоқтата қояйық. Отыр ғой. Холид, тұршы, пауза тұра тұршы. Холид, сен жалпы ше кәфір деп айтпаған, бидағатшылар, бидағатшы итақта 1000 адамды айтасың ғой. Холид, тұра тұршы. Мен айта салайыншы. Сен кәфір деп айтпаған ғалым қалған жоқ. Сен өзің тамақ ойлан. Бір түйін ғалым айтпаса, сен кто ты такой? Шахаб айтпасын, шахабты. Давайте спокойно поговорим. Вот реально, спокойный разговор у нас был. Омар, смотри, сейчас на твою отвечу, и вопрос последний, вот отвечу на твою. Смотри, последний вопрос. Вот есть такой человек, я не люблю имя говорить, имя, просто есть человек, который говорит, например, халяль, смотри, у нас есть такой в исламе, ты сам знаешь, что я Аллах на арабском забыл. Ну, то есть на русском скажу тебе, что бывает момент ситуации, что харам становится халяль. Бывает такой в исламе у нас, знаем, да? الضرورات تبيح المحظورات. Забыл на арабском. Вот.
Я это знаю, например, в пустыне, если алкоголь, ты чуть не умер, возьмешь алкоголь. Вопрос такой, человек приходит, говорит тебе, да, есть такие случаи, которые можно использовать сихр и спасет тебя сихр. Вопрос я ему задал, какие моменты можно, что, когда будет такое, что мы нуждаемся в сихр пользовать? Есть такой момент, как ты думаешь, или это ошибка слова? Имя не буду говорить, просто скажи мне, ошибка или нет это слово. Что можно использовать его, чтобы спасти тебя сихр. У нас есть Коран, у нас посланник сказал, например, аят аль-Курси, дуа аль-Муавидатейн, у нас столько дуа есть. Какой момент, что мы реально нуждаемся в сихр, чтобы спасти нас? Жоқ, ол қазіргі қоғамдағы мәселелерге айтып отырмын ғой, сиқыр болмайды деп айтып отырмын. Что? Бірақ Слышали? менің қазіргі мәселедегі кіріп жатқан себебім, бұл тиктокқа Фахриддин Рази рахмахуллах не нәрсені рұқсат деп айтқандығын түсіндіру мақсатында. Ол кісі барып жасаңдар, қолданыңдар деп емес, осыны шатастырып алмаңыздар. Да, я знаю это, брат, я это тоже объяснил, я это читал, брат, я это говорю, чуть-чуть слышишь, я не обвиняю Рази. Енді Фахриддин Рази рахмахуллахқа күфірлікпен айыптаған Ибн Таймия ма сонда? Не, смотри, я сейчас тебе отвечу. Я читал. Не, брат, Халид, я ошибся. Вот я скажу, я ошибся. Я читал, брат. Ибн Таймия были моменты, где он сказал реально куфр. Но есть моменты, где сказал, он вернул свои слова, он сказал сомнение. Я не знаю. Потом еще есть такие моменты, где страницы, где он сказал, как будто он реально тауба сделал. Он более уверен. Есть моменты, где Ибн Таймия... Шахаб, смотри, Шахаб, в то время его так верили, потом, знаешь, Сьерра Нубаля придет, что он покаялся, он плакал даже, субханаллах. Вот, и лишь бы я не занимался этим калямом. Жақсы. Вот, смотри, за это Енді не можешь поверить. Шахаб, қара. Имам Фахриддин Рази рахмахуллахқа күфірлікпен айыптаған кезде, ол кісінің кітабы бар ғой, Ас-Сиррул Мактум фи Мухатабат Нуджум деген кітабы. Да. Сол кітапты көріп, күфірлікпен айыптап отыр ғой, дұрыс па? Да, типа, я не читал эту книгу, я не могу сказать. Но Ибн Таймия сказал про это. Я не читал эту книгу, но Ибн Таймия так говорит. Жалпы. Енді қара, бұл Ибн Таймия рахмахуллахтың айтқан сөзі дұрыс болып есептелмейді имам Фахриддин Рази рахмахуллахқа. Неге? Себебі Фахриддин Рази рахмахуллахтың осы кітапты жазған кездегі әрбір кітаптың мұқаддимасы болады, кіріспесі болады. Кітап не үшін жазылғандығы. Кітаптың мұқаддимасын Ибн Таймия рахмахуллах бәлки оны көрмеген шығар деп үміт етеміз. Өйткені көріп тұрып, ол кісіні күпірлікпен айыптау ол үлкен жала болып есептеледі. Сол үшін де көрмеген шығар деп үміт етейік. Жоқ, ол кітапты Фахриддин, қазір айтып қойын. Ладно, я выхожу, чтобы не понимать, надо выходить. Салам алейкум, Шахаб, почему ты уходишь, Шахаб? Метро. Шахаб, мына жерде бұл немене сенедің ғой, Шахаб. Мына жерде мүмкін емес қой. Шахаб, қазір саған қатысты бір арабша нәрсені оқып беремін, соны өзің не істеп аударып берші. Имам Фахриддин Рази Ас-Сиррул Мактум кітабының мұқаддимасында кіріспесінде мынандай сөзді айтады. Мұқаддима алхамдулиллахи раббил аламин уассалату вассаламу ала расулина Мухаммадин ва аля алихи ва салlam ажмаин. Амма ба'д. فهذا كتاب يجمع فيه ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب مع التبري عن كل ما يخالف الدين وسليم اليقين. فهمت أخي؟ не айтқан түсіндің ба? Я. Короче, говорит нам Умар. Да, Умар говорит, что Рази, это Рази сказал, да? В начале книги, да? Рази, типа, говорит Умар, что Рази в начале книги писал, что это то, что сейчас я, например, по своей книге, то, что нам дошло от изучения вот этого сихри, вот это все это, который пишет, например, таласым, вот это все, который пишет на бумаге какие-то непонятные языки, непонятные буквы, вот это все сихры видов. То есть он типа говорит, это просто я рассказываю, какие виды сихров я знал. То есть он просто рассказал. Да, то, что дошло мне, ну, то, что дошло нам. Если так посчитать, то дошло нам. وفي آخره انظر أخي مع التبري عن كل ما يخالف الدين وسليم اليقين. В конце говорит, да, и в конце говорит, что я, например, я отказываю все то, что противоречит ислам и противоречит религию. То, что если в этой книге есть какие-то слова или что-то слова, которые противоречат ислам, я от них отказываю. Типа, в общем, он сразу сказал. Ну, из-за этого все некоторые ученые нападали, нет, что он в общем сказал. Значит, бұл кітапқа ешкім күфір деп айыптаға алмайды. Неге?
бұл кітаптың жазылудағы мақсаты сол заманға дейін жетіп келген әрбір сиқыршылар болсын, бақсы балгерлері болсын, соның просто ұстанымдарын, аттарын, атақты ғалымдары кім болған, немен айналысқан, кімдер болған, үкімдері қандай, сол мақсатта жазылған кітап болып есептеледі. Осы кіріспесін оқымай, бірден кітаптың ішіне кіріп кететін адам Фахруддин Рази рахмауллахты күфірлікпен айыптаған осы Ибн Таймия болып есептеледі. Матолиб Алияны білесің бе? Матолиб Алияны. Сол ішінде шейх Ибн Таймия бір сөзінде күпірлікпен айыптаса, бір сөзінде бәлки тәубе етті деген сөзбен ихтияттылықпен құтылып кетеді негізі. Сол ішінде жалпылама Фахруддин Рази рахмауллахқа қатысты Матолиб Алияны айтып жатырмын саған. Соның ішінде де сөздер бар ғой. Жұлдыздар біздің ішімізде не отқан біледі деген сөздер. Білесің бе жалпы? Қара, енді имам Фахруддин Рази рахмаулла өзінің тәпсірінде мынандай сөз айтады. Кім жұлдыздарды өзінің ішінде бір құдіретті егесі деп сенетін болса дейді, فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا عَلَى الْإِطْلَاقِ дейді. Онда ол кәфір болып есептеледі дейді. Бұл тәпсір кітабында келеді. Екінші кітабында басқаша айтып жатыр, қалай осында? Енді айтып отырмын ғой саған, өзінің саған негізгісін түсіндіріп кетіп жатыр да. Яғни кім жұлдыз бағандай гироскоп па не деп айтатын еді, ана жұлдызбен айналысатындарды. Сондайлар немесе сондай сияқты бір сыйынатын адамдар болатын болса, олардың барлығы алал итлақ кәфір болып есептеледі дейді. Жоқ, енді қара, мына жерде Фахруддин Рази рахмауллахты кәфірмен айыптаған басқа ешкім болмаған. Тоқташы, Каукаб, Нуджум біздің душамыздағы не болып жатқанын біледі дейді. Осыған не айтасың енді? Өзінің кітабында айтады, Матолиб Алия. Ол сөзді жақсылап көру керек. Именно Шахаб оқып берді алдында осы жерде. Мен нақты білем, Фахруддин Рази рахмауллахты ешкім күпірлікпен айыптамаған. Тек қана Ибн Таймия рахмауллах айыптаған сол Ас-Сиррул Мактум кітабына қатысты. Бірақ ол кісінің кітабындағы кіріспесін қазір оқып бердім. Ол кітап, ол өзімнің ақидам менің деп жазылмаған. Ол просто бізге жеткен ақпараттарды кітапта баяндау ғана, және әрбір Құран сүннетке қайшы келген нәрседен мен пәкпін деп айтқан адам. Болды. Бұл кітапты айтып тұрған жоқ, Матолиб Алия айтты, басқа кітап қой ол деген. Сен Холид, ғалымдарға атака жасауды қой, сен өзіңмен шұғылдан шеш, бауырым. Жоқ, енді мына Сайд Фуда деген кісі жаңағыдай Ар-Разиді жаңағыдай қолдап сол мәселеде не істеп жатыр деді ғой, жалғастырып жатыр деді ғой. Татар моңғолдарға не етуге болады деген сияқты әңгіме айтады ғой. Анық айтты ғой, Омар Фуда былай деп айтты, қара. Кезінде ғалымдар қолданған, татар моңғолдар кетқанда қалдыңдарға барған. Осылай айтты. Муасир ғалымдармен, қазіргі заманда өмір сүріп жатқан ғалымдармен негізгі матуридит ашғариттерге атака жасауды қою керек бауырлар. Жоқ, кім Омар біздер атака жасаған емес. Мысалы матуридит ашғарит болсын, мысалы Омар сізге сұрайын деп. Мысалы маған мен сиқырдан алыс болса, альхамдулилля мен қуанамын да, потому что қазір матуридиттер көп, Аллах біледі, біреу былай кетіп қала ма, біреу былай кетіп қала ма. Бірақ енді ана Сайд Фуданы мысалы айтады ғой, татар моңғолдарға сиқыр айналысқан деп, мысалы, ол қалай мәселе? Жалпы ол кісінің қай дәрісінде айтқандығын, қай жағдаятқа байланысты айтқанын мен білмеймін. Бірақ жалпы көру керек. Егер мүмкіндік болса, мен осы аккаунтқа жіберіп қоясыздар, иншалла, сол сөздерін. Ты что-то сатырлап отыр, сен жақта микрофон айыратыр. Сосын не, Омар айтайын деген нәрсе, бұл бауырларда да жаңағыдай үзірмен түсінетін нәрсе бар, өйткені, потому что ол деген тиктокта болып отырған әңгіме ғой. Значит, бұл бауырларға айтқан, ойбай, жаңағыдай сиырың жоғалып кетсе, бақсыға баруға болады, жұлдызға қарап жаңағыдай мәселелерді анықтауға болады, егер де ол нәрседе пайда болатын болса деген бір өздеріне ұғым үйіп алады да, жаңағыдай сіздің жаңағыдай неде жүргеніңді, как общинада. А потом бұл бауырлар уже соған кіреді, вопрос задаваться етіледі. Возможно, жаңағыдай сен сияқты дұрыс түсінбейді, одан ары қарай дамып кетеді ғой, поэтому сенде ренжитін нәрсе емес деген ғой. Сен сияқты емес, кім? Даиф. Как Омар Ахи қалай түсініп тұр? Жоқ, Омар Ахи конкретно. Мына Чичо қолдады соның алдында, отырып алып. Микрофонды неғылмандаш, кім? Қолдадым ғой, сен сөйлемей тұршы. Қара, алдында бар ғой, ана Ханафия айтқанда, мына Чичо қолдап отты соны, отырып алып бар ғой. Конкретно айтамын мен, бәрі куә ғой мын жерде, не айтшы? Айтқан сөзімді айта қойшы ал. Маған айтқандар ғой, кім Чичо, Омардың айтып отқаны вообще басқа, сендердің айтқандарың вообще басқа ғой. Омар харам деп. Не айырмашылық енді? Қалай не айырмашылық? Аспан мен жер болып тұр ғой айырмашылық. Омар айтып отыр, вообще онымен айналысуға болмайды, харам деп отыр. Мысалы, Фахруддин Ар-Рази айтады ғой, мысалы, Фахруддин Ар-Рази бір сөзін есінде айтады да, саусағын аспанға көтергенде біздер жаңа аспанда пештен дұға тілегеніміз дейді да,
сол мәселе қалай болады омар? ой теманы осындай осындай махалицкий мен омарға сұрақ қоятын омарға сөйлеспеймін вообще негізі ше кім хулян Чичо тұра тұршы шамалы Чичо омарға қойып жатыр ғой сұрақ Чичо тұра тұршы саған емес қой омар мысалы сондай мәселелер болады да мысалы біздер енді өзіміз сақтану үшін де бір жағынан сол нәрсені зерттейміз ғой мен ана біреуді айыптау емес нету емес мен жақсы мен просто өзім үшін мен түсінгім келеді да мысалы аспанға саусағын көтерсең біз аспандағы періштеден дұға тілегеніміз дейді да мына мысалы видео ютубта көреміз ғой ашариттер мысалы саусағын жоғары көтеріп жатады сол мәселе қалай болады мысалы періштеден дұға тілеп жатқанымыз деп кім айтты оны періштеден дұға тілеп жатқанымыз деп фахруддин ар-разидің сөзі бар сондай қандай кітап қандай бет алдында қалаймыз еді былай ғой кім омар былай ғой көбінесе тиктокта ше тикток деппін ғой ютубта неде андай видеолар болады да сонда адамның күлкісі келеді андай бір білімсіз бір имамдар бар ғой ана 6 айлық курс бітіріп алғандар ма сондайлар ше шығады да сондай бір ақылға қонбайтын бір әңгімелер айтады да түсініп жоқ мен ахи претензиямды айтайыншы ахи сосын шығып кетемін қара омар мынандай қара алдында осы әңгіме болып жатқанда былай деп айтты даже абу ханифа араққа разрешение берген деп оны көтеріп жіберді сен ана өзіңнің артында жүрген адамдарға айтшы оны омар постоянно былқ кіріп жүрмесін деп бар ғой субханалла оны ақыретте абу ханифаға айтасың кім міне қара давай осыны айт давай абу ханифа араққа разрешение берді ма конкретно айтшы осыны омар тыңдайықшы омарға қойып отыр ғой сұрақтан чичо үндемей тұра тұршы жалпы тикток арнасында мынау көп бауырлар мысалы енді исламға енді кіріп жатқан бауырларға негізі бұндай мәселелердің есігін ашпағандарыңыз жоқ жақсы негізі фитнадан барынша аулақ болуға сіз бен біз бұл мәселелерді түсініп тұрғанымен кейінгі келіп жатқан жамағаттар түсінбей қалуы мүмкін сол үшін жалпылама ғалымдардың хақысында бір күпірлікпен айыптау пасықтықпен айыптау немесе тыс болған шәз болған көзқарастарды осыны алып келуге тиктоктан құдайдан қорқу керек негізі ондаймен айналыспаған жақсы бауырлар омар сізге иншалла сізге лақты жіберемін иә иншалла ахи кәпірлерге арақ сату мәселесінде бір ауыз айтып кетсеңізші болмайды өткенде бір секунд чичо бір секунд мына бауырлар болады деп отыр ғой жони кішкене тұра тұршы кім жоқ омар мынандай нәрсе ғой мынандай омар кішкене тұршы мен саған сұрақ просто мынандай ғой сен түсініп отыр тұра тұр бұл жерде абу ханифа айтқан мұхаммед хасан шайбани айтқан дейді да енді қара енді оны біз ғалымдықтан абу ханифаны ол сөз үшін алып тастап отқан жоқпыз немесе оны күфірмен бірдеңені айыптап отқан жоқпыз да күфір сөз айтты бірдеңе дегенде ше харамды халал қылды деп ше бұл жердегі мәселе былай ғой ғалымдар қателесуі мүмкін дұрыс па оның ішінде енді абу ханифа да қателесуі мүмкін дұрыс па егер қателік сол действительно айтып бірақ қателік кеткен болса біз оның қателігін мойындаймыз да бірақ ғалым екені сол қалады бірақ оның осы қателігінің соңынан ермейміз ғой дұрыс емес па да әрине жалпылама ғалымдардың ешкім масум емес тек пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан басқа ғой ғалымдардың қателігі болуы мүмкін немесе бағанадай бір қателік демесек те оның да дәлелі бар бірақ жұмғурларға қарағанда әлсіздеу жағдай болуы мүмкін бірақ мына жалпы тиктокта кейбір сондай мазхаб ішіндегі көзқарастарды халық ортасына тарамаған айтып керек емес негізі сол үшін жалпылама айтамын арақты дәрул күфірде болсын дәрул исламда болсын сату болмайды бірақ та мен қазір сізде мысалы абу ханифаның сондай бір көзқарасы бар екен ғой тағы басқа ондай мәселеге кіріп керек емес егер шынымен абу ханифа рахмаллах сондай көзқарастың бар екендігі турасында қазір есік ашылып кететін болса адамдар сол бір көзқарастарға еріп кетіп жұмһурлардың көзқарасын тастап қоюы мүмкін да сол үшін керек емес артты қазбалап абу ханифа шынымен айтты ма деген сияқты абу ханифаның мнениесі жұмһур деп тұр мынау чичоға айтшы түсіндіріп соны жұмһур дейді абу ханифа мнениесі маған жала жауып жатсың қара мен айттым өтірік айттың деп айтшы ал өтірік айттың деп айтшы субханалла алла қара мен қарашы джони егер Холид жалпы нақд қылатын болсаң бір адамдікін дұрыс емес деп шығаратын болсаң әдеппен ғой әдеппен мен былай деп айтқанын естіген едім өтірік айттым деп мен қалай өтірік айттым мен қазір қалай айтсам айтып берейін тоқташы ахи жала жауып жатсың жала жапсаң тыңдашы қалай айтқан қара абу ханифаның шәкірті мұхаммад шайба менде видеосы тұр субхана керек болса как қойып беремін қазір позор болып сені бар ғой егер де абу ханифа мен шәкірті айтса ол уже
ол уже жумхур, ол уже не дейді да, ижма, ол уже ижма болмайды дейді, екеуі дейді. Түсініп тұрсың ба? Ана екеуі уже ижма болып кетеді деген әңгіме айтып тұр ғой мынау. Түсініп тұрсың ба? Сондай әңгіме айтқан ғой сен. Полит, жумхур деген кезде қара тек қана Абу Ханифа осы үшеуінің арасындағы нәрсені айтпайды ғой. Жумхур деген кезде Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад, бүткіл сол муджтахидтердің ішіндегі барлығы көбісі солардан алынады да. Сен үшеуінің, мен айттым, бір шәкірті келіседі деп айттым, хорошо. Сен бірақ енді маған өтірік жала жаппасай мына жерде. Сен айтқан жоқсың ба? Өтірік па не? Біз сіз айтыға, мына жақсы, бауырлар, оны керек емес, оны қозғап керек емес. Осылай қалдыра салайық. Жоқ, оны емес, Омар, субханалла, сен ана шәкірттеріне кім, Холид, мен сөйлейші, жаппашы микрофонды. Енді қараш, жумхур деген кезде, ғалымдар деген кезде, үшеу ақ па не жалпы ғалым? Үшеу ақ емес қой? Енді басқадан тауып берші ал. Муджтахид осы үшеу ма не жалпы уммада? Айтсайшы енді Абу Ханифадан басқадан тауып берші. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Машалла, Холид, мен айттым саған, қара. Омар, қараш, саған сұрақта, енді қараш, бір ғалым қателесті да, ғалым ол үшін, бірақ қателесіп кетті бір мәселеде. Ол енді өзінің, жаңа правила бойынша сауабын алып жатыр да, еңбектенді ішке қатты шығарды да, өзінің несінен де, бір сауабын алды да, енді басқа ғалымдар айтты оның осы жерде қателескенді. Мен енді сол ғалымның соңынан қателескенін біліп тұрып, жоқ, мен ере берем десем, менікі дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма, осыны айтшы. Жоқ, ере берем деген кезде фатуа кейбір кезде болу мүмкін сол бір көзқарасқа қарай. Яғни төрт ғалым басқаша, кейбір сол мазхабтың ішінде бір ғалымның көзқарасы басқаша болып, негізгі дәлелдің көбісі төрт ғалымда болып тұрса да, муфти фатуа беруші адам сол жағдайына қарап, соған ұқсат ету мүмкін. Ол ижмақтың сөзін тастап қойып та. Ода ондай нәрсе бар ғой. Омеке, сен жаңа мына төменде отырым, мысалы таңғалып отырмын, сен сонда Фахруддин Рази шариғат тыйған сиқырды, яғни сиқырмен айналысуға шақырған жоқ деп отырсың ба? То есть сен айтып отырсың, сиқыр екіге бөледі, то есть кейбір сиқырлар бар, куфр сиқырлар да, то есть ол сиқырды жасау үшін ана жасап отырған адам обязательно Аллахқа ширк қосу керек. Түсініпсің ба? Білесің ғой, жаңағыдай хайдқа Құранның аяттарымен жазып, мусорға лақтырып деген сияқты сонда сиқырдың түрі бар. Сосын екінші сиқыр түрі бар, ол жаңағыдай фокуске қатысты, жаңағыдай да шарлатандардың, жаңағыдай алаяқтардың деген сияқты. Сен қай сиқырды айтып отырсың? Үйренуге болады, проблема жоқ деген сияқты сиқырды. Үйренуге болады. Осы қара, сенің осы ілімің бар ғой, мынау күфірлікке, мынау шарлатанский деген, осының осылай білуді айтып жатыр имам Фахруддин Рази. Осылай ажыратып, тәмиз жасап білуің. Мысалы қазір имам Захабидің Фахруддин Разидің қандай сиқырмен айналысқанын оқып берсем қабылдайсың ба? Имам Захабидің білесің ғой. Имам Захаби ол тарихшы да біледі, кім немен айналысқан, чопа-чоп айтады. Сиярда 21 том 5 бетте айтады: قال الذهبي يعني رحمه الله فخر الدين الرازي турасындағы العلامة الكبير يعني үлкен ғалым деп жатыр да, ذو الفنون яғни әрбір пәннің бір несі майталманы деген сияқты. Фахруддин Мухаммад ибн Умар ибн al-Хусейн al-Qurashi al-Bakri Tabaristani al-Usuli al-Mufassir كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين. түсінікті. كان يتوقد الذكاء وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم والسحر وانحرافات عن السنة. وش تودر بيرش بورلرا؟ قد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم والسحر وانحرافات عن السنة والله يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميدة والله يتولى السرائر. яғни мына жерде имам Захаби айтып жатыр да, қандай сиқырмен айналысқан. Одан не пайда болды дейді? Сол тәлифтерінде, еңбектерінде үлкен бәлелер пайда болды дейді. Үлкен бәлелер пайда болды. Және де сиқырмен қатысты мәселесі пайда болды. Және де адасулар, инхарафат. Неден? Сүннеттен. Аллах азза ва жал оны кешірсін дейді да.
имам Дахаби жақсы Яғни- біле ма даспас па? яғни Я имам говорю. Фахриддин Рази рахмаулла ол кісі жалпы мұсылман ғой. Дұға Мен қылып жатыр ғой имам Захаби. мен қазір Иә. мұсылман Сосын ба имам мұсылман Захаби емес па деген рахмаулла- мәселені қозғап отырған жоқпын. Мен саған қазір Жоқ, ол айтады, адасуда түсінікті болды ғой, деп мұсылман тұрмын. екендігі. Жалпы имам Захаби рахмаулла Фахриддин Рази рахмауллахты мақтап айтып жатқаны, одан кейін ол кісіге дұға қылып жатқаны, ол кісінің мұсылман екендігі, діннен шықпағандығына бір дәлел да. Екіншіден, жалпылама мен айтпаймын, ол кісі сиқыр турасында кітап жазбады деп. Иә, сиқыр турасында кітап жазылды, бірақ ол жерде мен істеймін, сендер істеңдер деп емес. Ол жердегі яжмау фихи ма васала илайна мин илми таласмат дейді да, вал азаим ва сихрият. Ол просто хикаяда яхки ма васала илайхи. Болды, ол жерде бір давай кел сиқыр айналсайық деген мәселе емес. Ол тахаллют жасау болмайды ондай нәрсемен. Сен имам осы Фахруддин Розидің яғни сиқырдың үйрену үкімі қандай үкім ұстайды деп ойлайсың сен өзің? То есть моқифы, позициясы қандай болды Фахруддин Розидің сиқырды үйрену мәселесінде? Білесің ба сен вообще? Сиқырды үйрену мұғжиза мен сиқырдың айырмасын білу мақсатында осы яғни басшыңызы бағанадай сиқырлышыларға, фәлсафаларға рот қайтару мақсатында үйрену міндет деген сөз айтады. Бәне білу Уәжіп дейді. осы Уәжіп нәрсе дейді. иә істеу Уәжіп емес, дейді. иштиғал бөлек. Сол нәрсемен шұғылдану бір бөлек. Бірақ осы нәрсені бағана сен өзің айтып отырсың кірген кезде сиқырдың мынандай түрі бар, шарлатанский. Міне осыны білу. Чтобы мына сиқыр мынандай үкімде, мына сиқыр мынандай үкімде, мынаның әсері мынандай деген сияқты мақсатта. Проблема, Омар, проблема Фахруддин Розидің егерде сол мақсатта болса, то есть таласымге қатысты сиқыршылар қалай сиқыр жасайды, қандай естіп отырмын менікі? Естіп отырмын даусым? Иә, естіп стабильно анау деген шығып жатыр да. Естіліп отыр. Естіп тұрмын даусым? Иә, естіліп отыр. Айта беріңіз, естіліп отыр. Естіліп отыр ма? Естіліп отыр. Қара ахи, бұл мәселеде хилаф жоқ. То есть мысалы қазір мен рухия оқитын адаммын дейік. Допустим, мысалы бізде кім атырауда кім известный Умайр дейік та. Умайрға келесің де сен айтасың, менің әйелім сиқырланып кеткен, осы сиқыршылар субханалла тәуіп балгер малгерге ұқсағандар сиқырды қалай салды менің әйеліме айтып берші десең, ол ол біледі да, ашық анық нәрсе. То есть ол қай жерден бастап естілді? Полностью Естіліп отыр. Естілмесе айтарым. Естіп тұр ма қазір? Иә, бәрі естіліп отыр. Иә, мысалы қазір Умайрге барып сұрайтын болсаң, мынандай сиқырлар жасады көршіге, сол көрші саған әкелейін оқыш деп, сол көрші келіп соның әке-шешесі сұрай алады да, Умайр, міне менің қызым сиқырланып қалды, ол сиқырды қалай істеді, қалай қойды, маған айтшы десең, Умайр айтып береді. Умайр саған айтып береді. Оның айтып беруі ол сиқырды үйренуге рұқсат болды деген баппен ба, әлде просто олардың қалай жасауына себепкер болды, білет дегенге бапкер ма? Үйрену бөлек, үйрену, білу бөлек. Түсініп тұрсың ба? Үйрену деген ол нені қамтиды? Екі нәрсені қамтиды. То есть білуді және де соны как бы там на практике деген сияқты қарап істеп көру. Сен апарады ғой былай, қолдану. Сені бір химия кабинетіне кіргізеді ғой, мысалы мына бомбаны былай жарады, былай істейді дегенде келіп пинцетпен шұқып, анда шұқып, мында шұқып, мынаны құйып изобретать етеді ғой. Сол сияқты үйренудің үкімі бір бөлек, білудің үкімі бір бөлек ахи. Ғұламалар білуге болады деп айтқан. Білуге, чтобы избежать, чтобы олардың процесстері қалай болады, и содан қалай сақтанамыз деген бап бар. Үйрену. Дұрыс қой, сол ғой. Енді Фахруддин Розидің проблемасы ол емес, себебі Фахруддин Розидің проблемасы жаңағыда сен айтқандай то есть білу болса, аималар бұны Фахруддин Розиді куфрге түсті, сиқырға түсті, сүннеттен адасып кетті деп описывать етпейтін еді. Неге? Себебі куфрге түсті деп. Субханалла, менде даже аималардың сөздері бар, керек десең. Осы Сир Мактум кітабын Сир Мактум деген кітапты жазып, сол кітап арқылы күбірге түсіп, содан тәубе қылды деген даже нұсустар бар да.
Subhanallah. яғни Бағана осыны Фахруддин оқып бердім ғой, осыған қатысты Таба сен енді илейх кіріп жатсың да. жоқ Қара ақи, Омар- Абу Хузайма қара. омар Мен мынандай айтып мәселе жіберейін, ғой қара, мұқаддимасын саған қара тағы да ақи. бір сұрақ Әссерул қоямын сонымен мактум. шешіледі бәрі үйренуге бола ма Қара ақи. сиқырды әлде білуге Қара, бола қара ма ақи. жауап берші осыған Қарақи, болды сосын айта берші Әссерул мактум фи мұхатабати нужум кітабы арқылы көфірге түсті деп тұрсың ғой. Сол жердегі кіріспесін оқитын болсаң, яғни бәніл әмір ғой. Оған енді ары қарата бұны қабылдамау мүкәбара болып есептеледі. Ол жерде мұқаддимасынан андай сөзді айтады. أما بعد فهذا كتاب يجمع فيه ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب مع التبري عن كل ما يخالف الدين وسليم اليقين دي مقدمة айтып жатыр. Бұл кітапты не үшін жазып жатыр? Серул Мактумда كتاب يجمع فيه ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات دي مع التبري دي عن كل ما يخالف الدين. Мен бұл жердегі жазып отқанда мақсат бізге жетіп келген мағлұматтарды ғана тіртіп өту. Сол үшін де сол кітапқа қарайтын болсаң айтады, мына сиқырдың бастау алған мынандай кісі адамдары дейді. Оны мынандай жолдармен істеген деген сияқты. Сондай нәрселерді айтады, и сосын айтады, ма тәбәрри. Мен бұның ішіндегі дейді, әрбір Құран сүннетке, дінге қайшы келген нәрседен ма тәбәрри, мен одан пәкпін дейді. Ондайға мен жоламаймын дейді. Ал сенің айыптап отқан, осы кітапта айыптап отқан сөзің бұл үш қате болып есептеледі да. Иә, білем, Ибн Таймия осы кітап арқылы Фахруддин Разиді күпірлікпен айыптаған. Бірақ имам Ибн Таймия рахмахулла ләаллаху деп айтайын, бәлки осы кіріспесін ол кісі көрген жоқ. Өйткені көрді деп айтсақ, ол үлкен жалау есептеледі. Себебі бұл кітаптың жазылудағы мақсатын Ибн Таймия біліп тұрып жасырып қалды деп айту, енді ол бір кішкене лайықсызырақ болып есептеледі да. Сол үшін де бәлкім осы кіріспесін ол кісі көрген жоқ. Сол үшін де хакил күфр лейсе би кафир. Имам Захиби айтқандай, күфірліктің сөзін мынандай сөздер күпір деп айтып өтіп кету, оның күпірлігінде кәпір болып кететін сөз емес. Просто ол хайкаялап беріп отырады. Мынандай сөздер кәфір, күпірлік сөздер деген сияқты ғалымдар ақида кітаптарына жазған сияқты. Солай бұл кісі өзіне кітабына солай жазып келтірді. Чтобы мынандай сиқырлар бар екен, мынандай тұстан, мысалы анау Бағдат жақтан, Ирак жақтан мынандай сиқыршылар шыққан деген сияқты. Сондай ілім мақсатында болды. Болдым ба сөйлеп? Аллаху тағала алам. Болдым ба сөйлеп? Айтшы. Саған қазір қайталап айтамын. Сиқырды үйрену деген бар. Үйрену ол тәжірибені, то есть практиканы қамтиды. Екінші білу деген бар. То есть олар сиқырды қалай жасайтыны, то есть білу да. Білген адаммен үйреніп отырған адам ол екі түрлі. Себебі білген адам үйренген адамның ісін істей алмайды никогда. Яғни үйренген адамның практикамен жетілдірген біліміне жете алмайды ол. Екіншіден, қалай ол? Сен қазір иштиғолмен айлымды қалай мен түсініп тұрған жоқпын. Субханалла. Простой пример саған, иә. Бір адам бар, хадис саласын оқыды да, хадис саласын оқыды. Екінші адам бар, хадис саласын оқыды, до кучи практикамен кітапханаға көтеріліп, практиковать етті. То есть яғни ол айналысты деген сөз ғой. Қатысты жоқ, үйрену. Ол айналысты деген сөз ғой уже. Татбиқ па, татбиқ? Татбиқ, үйрену, например. Жоқ, татбиқ ол ілімнен зәйт нәрсе ғой. Татбиқ ол амал ғой, иштиғол. Мен саған қазір Омар Фахруддин Рази сиқырмен айналысты деп тұрған жоқпын. То есть ол рұқсат берді. Болды ғой. Иштиғолға рұқсат берді деп саған қазір как бы алла итлақ айтып отырған жоқпын. Бәлкім сол жолға үйренуге, сиқырды үйренуге, түсініп тұрсың, білуге емес. Себебі сиқырды қалай жасау керек екенін білу деген. Мен сені Үйрену деген арабшасын айтшы маған. Үйрену ол дейтін, то есть қазір мен айтамын. Үйрену деген ол білу. Түсініп тұрсың ба? Яғни мысалы саған айтады, хәл та'лам кайф якуну сихр. Та'лам білу. Ал уже білу как бы там ары қарай
білім ретінде жетілдіріп улуш тааллум болады. Түсініп тұрсың ба? هل تتعلم كيف تفك السحر يعني بالسحر немесе كيف هل تتعلم كيف تسحر الناس десе саған арабша ол басқаша. هل تعلم كيف يسحرون десе كيف يسحرون الناس десе саған не дейсің? أيوة أعرف يعني أعلم يعني قرأت بعض كتب إلى آخره. هل تتعلم десе сен енді мына жерде тәлбис қылмай-ақ қой. تعلم мен تتعلم деген ол екі түрлі нәрсе. Түсініп тұрсың ба? Арабшаны білмейсің ба әлде Турцияда үйретпей жүр ме? Екі түрлі нәрсе. Тааллум мен Абу Хузайма, нормально сөйлеп шықырсың. Жоқ, енді просто сендердің араб тілінде надан болып тұрғаныңды араб тілінде надан болып отырғаныңды не істеп отыр да, типа там бар ғой өзінше жаңағыдай мынаның фарқы не ананың фарқы не деген сияқты. Егер арабтаға барып айтсаң қазір асықпа Омар. Абу Хузайма нормально сөйлеп. Жауып тасташы ана, вообще шығарып тасташы ана кім түйчені үргізген. Түйдей нәрсе емес, ахи, сен просто мына жерде заблуждениеге ұшыратып отырсың бауырлардың, как бы араб тіліне кітаптарын қаралмайтынына. Конкретно Фахруддин Разиді кәпір деп айтқан ғалымды айта қойшы. Мен саған қазір асықпа Омар, мен саған қазір Фахруддин Рази кәпір ме, кәпір емес пе деп өйтіп тәлбис жасамай ақ тоже көзге топырақ шашып, ол мәселесін сұрап отырған жоқпын. Мен саған қазір Фахруддин Разидің қай сиқырды үйренуге рұқсат берген турасында талқылап отырмын. Сен айтып отырсың, Фахруддин Рази запрет болған жаңағыдай да там сиқырды үйренуге ол бапта оны талқылап отырған жоқ. То есть Фахруддин Рази қателескен жоқ бұл бапта деген әңгімені қозғап отырсың, түсініп тұрсың ба? Фахруддин Разидің фатуасы қате емес деген сен тақырыпты қозғап отырсың. Солай ма, солай емес пе? Егер олай емес болса, бір сұрақ. Фахруддин Разидің фатуасы осы сихр мәселесіне, үйрену мәселесіне сен үшін дұрыс па әлде қате ме? Осы сұраққа жауап берші, болды. Сонымен жабыла осы. Сен тиктокқа келіп, сондай әңгімені қозғама, ахи. Мен айттым ғой басында сихр болмайды үйренуге деп. Имам Фахруддин Рази рахмуллахтың өзінің мнениесімен сөйлескің келетін болса, онда, пожалуйста, жекеге шық сөйлесейік. Зачем мына жерде адамды өзінше Фахруддин Рази рахмуллахты бір жаман көрсетіп? Жақсы, око жүрмек қой. Бір сұрақ қойдым саған да. Маған сенің мнениеңді, то есть сұрақ қойып, сихр бола ма, болмайды ма деген мәселемен кіріп тұрған жоқпын. Маған сенің мнениең в плане да Фахруддин Разидің сихрға үйренуге рұқсат беруіне сол дұрыс па, дұрыс емес пе? Мен аны соны айтты, сонымен точка қоя сал. Ахи, оны дұрыс емес дейтін болсам, даже сенің өзің ондай нәрсені, қарапайым нәрсені біліп тұрғандығың яқсы нәрсе ғой. Кіргеніңдегі мынандай сиқырлар бар. Сен вообще айта аласың ба, Фахруддин Рази қателесті деп осы бапта? Болды, сол ғой, ахи, не істейсің? Артық сұрақ керегі жоқ, маған да керегі жоқ, саған да керегі жоқ. Егер дұрыс түсіне білсең, имам Фахруддин Рази рахмуллах қателескен жоқ. Ол кісі шұғылданыңдар деп отқан жоқ. Просто литамизи ма хуа куфр мин гайрихи мәселесінде болды. Жақсы, сен айтасың да, сен Фахруддин Разиді дұрыс түсінген жоқсың деп тұрсың да. То есть, егер сен Фахруддин Разиді дұрыс түсінсең, онда сен Фахруддин Разиді порицать етпейтін едің деген нәтиже шығарып тұрсың. Мен саған қазір, мен ешкім емессің, сен де ешкім емессің, біреусің да жүрген Турцияда да, не имам емессің, не бір мәзһабты жаңа оқып отырған бір адам шығарсың, бірақ мәзһабты да оқыған жоқсың, Ханафи мәзһабын. Мен саған қазір одан да имамдар келіп отырмын, имам Захаби келіп отырмын да. Альхамдулилля, біз әйтеуір Хамбали мәзһабын оқыдық қой, ахи. Саған қарағанда сен өзің мәзһабыңды білмеймін, енді қандай кітап өттің? Машалла, не деген қарапайым кішіпейілділік мынау. Жоқ, кішіпейілдік емес, то есть сен қылыш пен таяқты салыстырмашы, қайсысы шүкір деп тұр ғой. Ахи, ол айтатын жерде айтамыз біз. Саған имам Захабидің сөзін оқып бердік, иә? Имам Захаби не деді? Жақсы. Ілімде кім кішіпейілдік болмайтын болса, ілімінің жыламай қойшы, Омар, мына сөзді жұтып ал да, وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم والسحر وانحرافات عن السنة дейді. Осы турасында не айтасың имам Захабидің осы сөз турасында? Хотя кто-то там да комментирует имамдардың сөздерін, позицияларын. Ешкім емессің ғой. Сұрақтарды қиын болған сияқты. В общем, шешілген сияқты ол мәселе. Имам Захаби. Сен енді үлкен ғалымсың, үлкен мықтысың дейді.
омар қарашы саған мынандай әдеппен қиын кішкене өзіңмен айналысу керек. Абу Хузайма кішкене өзіңмен айналыс. жұтып қойдың ба омар? имам Захабидің сөзін әкелді. Сен сондайға Тәкаппарлық деген нәрсе іліммен ешқашан болмайды Абу Хузайма. Тәкаппарлық деген нәрсе іліммен ешқашан бір уақытта бірдей жүрмейді. Осыны есіңе сақтап ал. Күннің бір күні иншалла Құдай тағала мойнына қосып алады ғой, егер тәкаппар болу үшін. Ахи, жалпы мынадай тәкаппар адамдармен сөйлесу омар болдың ба жылап? мен түсінікті ғой, мен күте тұрыңызшы. Жаңа айтты ғой разницасын үйрену мен білудің. Мысалға сварщик деген ол өзінің ісінің маманы, ол біледі. Сварканың ол үйренген өйткені ол мәселені. Ал мен мысалы маған керек сварка, мен сварщик керек екенін білемін, мен просто білемін ол нәрсені үйренген жоқпын деген сияқты. Яғни үйренуге когда итеріп тұрғанда, призывать етіп тұрғанда, яғни соны қолмен амалда және санада соны нәрсені қамтып тұр. Ал білу деген просто в целях предотвращения, в целях защиты. Сен ахи мысалың дұрыс емес болып тұр ғой. Сен мысалың дұрыс емес болып тұр ғой. Сен бұл жерде сварканы айтпа. Бұл жерде сен олар жақсы хайыр иншалла бір эфир ашып не істеген кезде мен эфиріме келіңіздер иншалла. Рахап иншалла сен эфиріме келесің ғой иншалла мен эфир ашқан кезде. Кейін барып отырып өзіміз сөйлесеміз ғой. омар саған сұрақ қояйыншы. Фахруддин Рази иншалла жеке қойсаңыз иншалла кейін бір эфир ашқан кезде кіріңіздер иншалла. Жоқ, мына жерде отыр екен солар айтады ғой. Аға ол жауап бермеді ол. Ол дейтін имам Захабидің сөзін көріп те бұтына түсті ғой. Ол дейтін ойлап отыр ғой, сен құлақтарына іліп кетемін деп. Имам даже Фахруддин Розидің сөзіне қорқып тұр ғой. Жаңағыдай фатуасы қате деп айтуға даже қатты тиіп кетті да просто. Захабидің сөзі. Жалпы кімнің кім екенін көріп тұр ғой Абу Хузайма. Омар, сенің құр сөзің керек жоқ, сенің құр түсінгенің кімнің жаңағыдай Фахруддин Розиді қалай талқылады, қалай көрді деген сияқты сенің құр сөзің керек жоқ. Фактит етесің ба, олардың сөздерін әкел. Сен мысалы Фахруддин Розидің андай айтып отырсың да, фатуасын сендер дұрыс түсінген жоқсыңдар. То есть Фахруддин Рози дұрыс бағытта, дұрыс жақта сендерге талқылап берді. Ол асыл болады. Түсініп тұрсың ба? Чтобы предотвратить деген сияқты. А мына жерде имам Захаби айтып отыр, Фахруддин Рози кейбір кітаптарды жаңағындай жазу арқылы ішінде не шықты дейді? Бәле шықты дейді. Кітаптарында бәле, үлкен бәлелер шықты, және сиқыр шықты дейді. Және де адасулар шықты, сүннеттен кетіп адасулар шықты дейді. Сен келіп болып, жоқ, имам Захабиді даже мына жерде қателесіп тұр деген. То есть имам Захаби біз сияқты түсініп отыр, и как бы в учет қоймай тұрсың да, даже имам Захабиді да. Егер де в учет қоятын болсаң, айтасың, имам Захаби дұрыс айтады. Түсінікті. Фахруддин Рози фатуасы қате деп. Имам Захаби сияқты сен де айтасың ғой да, имам Фахруддин Розиді аллама, зулфунун, имам деп айтасың ғой да, имам Фахруддин Розиді да. Имам Захаби сипаттағандай. Ахи, мен саған қазір, фатуа мәселесіндегі әңгімені айтып отырмын да. Оның статусы да. Жоқ, сен енді имам Захабидің сипаттамасын аласың ба, алмайсың ба, айтшы маған. Ол тәубе етті ғой, омар не деп отырсың өзінің кітабында, субхан сияр жылап дейді ғой, тәубе етті ғой. Сенде зацепка қалмай тұр да ұстайтын. Енді келіп алып статусына енді әңгіме етейін деп отырсың ба Фахруддин Розидің? Жақсы, Абу Хузайма. Абу Хузайма. Отырып алып құлақтарына лапша ілмей бауырларым субханалла. Имамдар тұрғанда тебе куда там толковать. Сол имам Захабидің айтқандай айта білсең шіркін. Мен саған қазір Фахруддин Розиді кәпір дедім ба? Омар? Кімді? Фахруддин Розиді кәпір деген сөз шықты аузымнан. Кәпір деп айтпайсың ғой да? Айтпай. Болды, осы жерден тоқтайық онда. Кәпір деп айтып жүргендерге онда менің сөзім қатысты онда. Барды соларға айт қатыстырып. Екеуміздің әңгімеміз бөлек әңгіме емес па? Мына жерде бауырлар, егер
біреу сөйлесем дейтін болса әдеппен немен иншалла эфир ашамын сізге сұрақ қойып отыр ғой. Омар қарашы, Омар брат, саған разницасын түсіндірші деп тұр. Үйрену мен білудің разницасын өзің түсіндір бірінші, сосын бізге үйрен деп жаңағыдай итермеледі ма, или біл деп итермеледі ма? Соның разницасын бір айтып жіберші өзің. Ешкім бөлмесін. Біл деп, просто білу болды, білу, просто білу. Ілім, білу болды. Тааллум деген не ол? Тааллум деген. Омар, таалим мен тааллумның разницасы не? Ахи, андай иштиғол мағынасын мен деп айтқан жоқ қой. Хукм тааллуму сихр. العلم به مس العلم به مس حكم تعلم السحر. Смотри, Абу Хузайма брат. Аспашта, мына сен қасқа қазекейсің ғой сен. Мына арабтардан сұрайық. Шихаб, ايش الفرق بين تعلم وبين يعني عرفش саған айтам. تعلمت علم السحر حتى أعرف أو أميز أنواع السحر деп айтсам. Мен تعلمت السحر деген кезде мен أنا جربت السحر قول تعلمت علم السحر деген сөз просто қай түрі, қандай түрі бар, соны үйрендім деген мақсат қой. Ол бағадай сирақтан не шығармай, ахи, ол өйтіп керек емес, ол шұғылданып жатыр, ол деген сияқты, соған шақырып жатыр деген сияқты. Ілім мағынасында ғой ол да. О, субханалла. Сонда сиқырды Абу Хузайма болады да, сенің сөзің үшін. Бір сөз осылай түйіп айтшы, бір айтшы. Бірден айтып келіп отырмын. Смотри, я просто не понял, такой тип перевод. Омар, сен жаңа таалим мен таталимның разницасын айтып түсіндің ғой. Таталим жаңағыдай үйрену, таалим тек қана білу деп. Енді Абу Хузайма сен конкретно мәтін алдыңда бар ғой, анда мәтінде таталим деп кетіп тұр ма не? Сет болмай жатыр ма, менде болмай жатыр ма сет? Омар естіліп жатыр сіздің сөзіңіз. Бауырлар, иншалла, Шахаб, иншалла, эфир ашып жүрген кезде, иншалла. Омар брат, бізде мына жерде, Омар брат, просто бізде білгіміз келеді. Мысалы, сізде өзіңіздің айтып тастаңызшы, осылай, өз позицияңызды. Позициясы пилигрим, неде қызық емес, неде ол өзі деген жаңағыдай танушы ғой. Рози танушы болып, неде енді соның атын қорғап, мәртебесін, кітабын қорғап, ол мәселеде басқаша меңзеді деп өз соңғы Омардың мнениесі, мен өзім мнением бар насчет этого. Неде ғалымның мнениесін ол жеткізіп берсін деген неде ғой, бапта ғой разговор болып отқан. Жоқ, енді дұрыстап сөйлесіп жатсыз. Абу Хузайма. Мысалы, талимге қатысты, ол просто білім. Осыған қатысты имам Ибн Хаджар рахмаулла Фатхул Баридегі бана оқып бердім ғой, тоже 10-шы том 226 бетінде мынандай сөзді келтіреді. وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ تَعَلُّمَ السِّحْرِ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا لِتَمِيزِ مَا فِيهِ كُفْرٌ مِنْ غَيْرِهِ дейді. Яғни қай түрі оның күпірлік екендігін білу мақсатында дейді. Осыны білу дейді. Тааллум деген осы мағынасына келіп жатыр, яғни білу мағынасында. Смотри, вопрос такой, я до сих пор не могу понять. Нам приходит на Подожди, Шихаб, я еще не закончил, вот я же слышу, как бы даю этот, как тебе сказать, Омар айтып отыр да, Омарды тыңдадың, иә? Омар, сен айтасың да, Омар сен айтасың да. Қашпай-ақ қой өйтіп, ақи. Мен бір-екі сөз айтсам. Сөйтіп қашып. Омар, отырыңызшы, Омар. Омар, қашпа. Қазір мысалы Ибн Қудаманың мына жердегі бауырлар, Абу Хузайманың өзі мойындап отқандай ғой, Фахруддин Рази рахмауллах күфірлікпен айыптаған адам емес. Кім оны күфірлікпен айыптаса, ол үлкен қателесуші адам. Мен кірген деген мақсатым осы ғалымның күфірлікпен айыпталғандығын. Сен мақсатың ол емес, Омар. Қалған әңгімелер, иншалла, мен эфир ашам, сол жаққа келіңіздер, иншалла. Ойладың ба, мына жерге құлақтарын жібіліп кеткен. Анда мәтінде тата алем деп тұр ма, или та алем деп тұр ма тек?
Ахи, мына точка қойып жіберейін да, мына Ибн Қудама деген ғалым бар да, то есть үлкен ғалым ол деген. Сол айтады, Қол Ибн Қудама рахимахуллах фил Муғни деген кітабында. فإن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. үйрену бірақ харам деп отыр яғни. Сиқырды үйрену және оны үйрету харам дейді. Бұл мәселеде біз ғұламалардың араларында хилаф білмейміз дейді. Хилаф қылғандар турасында. Абу Хузайма. Хафиз ибн Хаджар Асқаланидің бір сөзін оқыды. Субханалла, Ибн Қудама ижма келіп тұр осыған. Ибн Қудама деген Хафиз ибн Хаджар Асқаланидің алдында өмір сүрген ғалым. На то пошло. Үлкен